Ахмет Байтұрсынұлы, жас ағаш. Орманға балтасымен келді мұжық, аралап ағаш таңдап жүрді кезіп. Апырмай, аман қалсақ жарар еді деп, жанынан көрген ағаш тұрды безіп. Мұжыққа бір жас ағаш айтады сөз, Құдайдан тілеуші едім келтір деп кез. Мыңда бір алғыс саған берер едім, осы үлкен ағаштардан құтқарсаң тез. Тынышыма бұлар мені өсірмейді, тасалап күннің көзін түсірмейді. Осылар тұрғаннан соң жер тар болып, еркінше тамырларым көсілмейді. Менде жоқ бұларға айтар амал енді, деп тұрмын, құтқарушым жаңа келді. Қоршалап, жан-жағымнан қамап алып, аслан жібермейді самал желді. Болған соң шамам келмес өштеспедім, қиратып, әлім жетсе кеспеп бедім, жайқалып жапырағым әлде қашан, көркі боп осы араның өспеспедім. Бұлайша өтермеді өмір текке, зор пайдам тимеспеді төңірекке, көлеңкем кең даланың көбін жауып, таласып тұрмас беді төбем көкке. Ағаштың сөзін мұжық қабыл алды, қиратып бәрінде ойран салды. Кесіліп ағаш біткен жан-жағында, сорайып манақ ағаш жалғыз қалды. Қираған ағаштарға қарап тұрып, қуанды мұхат қандай жауын қырып. Біреудің бағы бастан көшерінде, қас болар жақынымен Құдай ұрып. Айрылып жан-жағында панасынан, қорқады өтсе дағы құйын жүріп, ұрынып жаз ыстыққа, қыс суыққа, біресе бұршақ соғып болды құрып. Олғанша пайда тапты жалғыз тұрып, өзгенің әлек етіп бәрін қырып, ағашта қурап тұрған әл болсын ба, кетіп ет дауыл соғып қалды сынып. Сондоған сынып жатқан жылан келді, өзіңе бәле тілеп алдың деді, қорғаушы жаныңдағы ағаштардың, кінәсіз бәріне ылаң салдың деді. Панаңды күннен, желден қорғап тұрған, қырғызып өзің жалғыз қалдың деді. Алланың арам пейіл сүймес құлы, отыңа өзің жаққан жандың деді. Жігіттер, жақыныңмен болмаңдар қас, қас болған жақынымен ақырды оңбас. Ағайын бірі пана, бірі қару, кісіге жеке саяқ бақыт қонбас. Кей ақмақ әлек етер жақындарын, аямай жұмсап күшпен ақылдарын. Жау түгіл иттен бойын қорғай алмай, қаптырар ақырында тақымдарын. Ахмет Байтұрсынұлы жас ағаш атты мысал өлеңінде ағайын, туған туыспен араз болмау керектігін, ағайынның бірі пана, бірі қамқоршың екендігін, ең бастысы жақын адаммен қас болмау керектігі жөнінде сөз етеді.